тұрады екен. Мысал біздің ағзамыз табиғат қоршаған ортадағы барлық қорғаған ортаның барлығы біздің ішімізден көрсетіп тұрады. Мысалы біз ішімізде не болып жатқан, дене бүкіл керек мүшелеріміз денеде қалыптасқаннан кейін біз оны көзімізбен көре алмаймыз ғой. Сондықтан біз оның сыртқы айнасы болады көретін. Мысалы тілдеріңізді шығарып қарайтын болсаңыздар, үйге барып, тіл арқылы біз ішкі ағзамызда не болып жатқанын анықтауымызға болады. Тілді қарасаңыздар, біреуінде сары, біреуінде ақшыл, біреуінде бөртпе бар, сілекей бар, әртүрлі нәрсе арқылы біздің ішкі ағзамызда не болып жатқанын біз анықтай алады екенбіз. Енді бұл пентаграмма бізге айтады, нені үйретеді? Пентаграмма айтады, сіз егерде мынау ішіп мынау сізге мысалы ауру берді ма, сол аурудың түбірін тауып, егерде оны сіздер дұрыс емдеу арқылы емдей алатын болсаңыздар, түбімен жұлып, онда сіздердің мынау ауруларыңыз құлан таза жеңіл өтіп кетеді дейді. Ал егерде сіз сол түп тамырын таппай, сол ауруды жай бетін ғана уколмен, системамен, дәрімен емдейтін болсаңыздар, онда нәтижесі ұзаққа бармайды дейді. Мысалы, батыс медицинасында бір мүшені, мысалы шығыс медицинасында бір мүшені ғана емдемейді, комплексні организмді тұтастай емдейді. Көрдіңіз ба? Ал шығыс медицинасында мысалы әр органның өзінің дәрігері бар. Әр органды жеке-жеке емдейді. Мысалы құлақты емдейтін болса, өз лор бар, терапевті бөлек. Ал бізде шығыс медицинасында құлақ ауыратын болса, құлақты емдемейді. Оның жолы, яғни бүйректі қарайды. Бізде өзі арнайы бір-ақ дәрігер бар, ол жаңағы бүйректі қарайды. Бүйректі тексеру арқылы біз құлақтың шуылдағанын, құлақта құлып қатқанын, құлақ неге ауырады, неге сасыған ірің шығар, неге мысалы ол естімейді, құлақта неге шу болады, сол себебін тапқан кезде біздің бүйрегіміз оңала бастайды. Ал енді сол құлақтың әсерінен біздің бүйрегіміз сола бастайды екен. Сондықтан бүйрек